14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Бол. Жо, реттейміз. Жо, бәр жақсы, бәр жақсы. Бол, басай. Аха. Бол, реттейміз. Не істесек болады, а? Жездеке! О, Жездеке! Осындай кезде жоқ болып кетесіздер. Отыр, ақылдасың шар болып тұр. Тиштік па? Тиштік болмай тұр ғой сол. Қазір құрылтайшымен сөйлестім. Қожаймен ба? Иә. Риза ма? Қалай? Қайдағы риза? Соңғы бір аптаның қорытындысы өте нашар дейді. Не? Білмеймін. Енді тағы да бір апта уақыт берді, сол нәтиже шықпасы келісімшартты үземіз деп отыр. Жездеке, келісімшартты үземіз деп отыр. Болмайды бұл айна. Бір нақты шешімдер қабылдап, не істесек болады? Bir жағдай жақсартайықшы. Жақсартып отыр ғой. Қайда? Нәтиже болып отыр ғой. Не нәтиже? Кешегі осыяға келіп тамақтанып кеткен жұлдыздар бар ма? Соны бәрі Инстаграмға салыпты. 20 репост жасап бір-біріне таратқан. Қанша кеше мен ырза болдым бір. 10 мың лайк, 500 біреулер пікірлер жазған ғой. Жақсы ғой, нәтиже осының өзі. Қайдағы лайк ақша бола ма сізге? Лайк ақша бола ма? Қожайындар қанша лайк жинадыңдар бүгін демейді ғой бізге. Олар адам санмен келген пайдамен, ақшамен есептеседі. Қайдағы лайктай? Сол пайданы түсіретін, сол бастықтың өзі қайықта жүр екен, қайықта жүр екен, сол пайда түсіретін бастық, Бастық ойнап жүрген жоқ. Мен ерігіп жүрген жоқпын, Жездеке. Мен сонда мына жерде адам санын көбейтіп жүрген жағдайым жақсарып кетем. Адам санын қайта көбейту керек. Адам санын өшеде көбейтіп жүр керек. Кәл, даяшың қайда сен? Ал кәл даяшың. Есепшің қайда? Тамақ пісіретін кәл. Мәселен бәрі соған тірелді. Олар істейді, жұмыста жоқ. Сол мәселен даяшыға тіреліп тұрса, мен ертең ағақ білем даяшын. Ертең. Осы ертеңнен басқа сөз білесің бе осы сен, Қашан қарсаң ертең. Жарайды, бір сүгін әкелем. Бір сүгін емес, бүгін әкел. Жүрсін осы жерде бәрі. Әкелеміз. Так, ойланайықшы, не істесек болады, Ырза емес, әйтеуір. Істеп жатыр ғой. Идея! Таптым. Қандай идея? Қараңыз. Бізде бос орындар көп, Битеміз. Бұл психологиялық тұрғыдан алғанда адамға кері әсерін тигізеді. Адамдардың бәрі ойлауы мүмкін, адам бармайтын жер екен ғой деп келмей қалуы мүмкін. Сол үшін біз бос орындардың бәріне өтірік адамдарды отырғызып қоямыз. Міне, көрдіңіз бе? Қалай сонда? Манекендер отырғызып қоямыз? Ой, манекен емес, шын адамдарды отырғызамыз да. Көп қой адам бізде. Шын адам. Көрдіңіз ба? Адам кіріп келген кезде адамдарды көреді. Мына жердің тамақ жақсы екен ғой, жағдайы жақсы екен ғой. Иә. Апамдарды отырғызып қоймаймыз ба? Әрине. Тоқта. Көрдіңіз? Былай қыламыз. Дұрыс айтасың. Мынауың дұрыс екен. Не мен ойыма келмеген. Тоқта, былай қыламыз. Бас қой. Бізді ағыр топырлап жүрміз ғой. Ана жерге апамды отырғызып қоямын. Кіріп келе жатқанда апа немерелерімен армандарды отырғызып қоймын ба? Өліп жүр көшеде сотка ойнап. Апам отырады. Мына жерге бақыт отырады. Адамдар келген кезде, күшті екен, адам көп екен. Біз оларға орын жоқ еттеп қоймаймыз. Сосын ана адамдардың бәрін, апамдардың бәрін әдемі киімдер кигіздіріп қойып. Обязательно ол, обязательно. Кірген кезде байлардың бәрі осы жерде жүреді екен ғой десін да, ақшалы азаматтардың бәрі. Көрдіңіз ба? Әдемі киімдермен отырсын. Болды. Осыны бір қолданып көрейік онда. Қақта, бақыты. Апам кел. Шақыр, бәрін. Бақыт, алтын. Апа. Апасыз
Мына столға отырыңыз. Арман екеуің отырсаңыздаршы. Кел, Арман. Мына жерге отыр. Немересімен бір отырады ғой, апалар. Сондай ұқсап отырыңдар. Сондай бір вид жасап. Сендер мына жерге отырыңдар. Екеуің сабақтан келеді, тамақ ішкен сияқты отырыңдар. Жарай ма? Әдемі болып отырыңдар. Жақындатып отырсың, жақындатып. Тағы не істейін? Сосын бар ғой, сіз мына столдағы мына столмен сөйлеуші болмаңдар. Бір-бірлеріңді танымайсыңдар сендер. Түсіндер ма? Арман, мына танымайсыңдар, мына танымайсыңдар. Отырыңдар болды. Сен қайда отырасың Шұғыла? Сөрге отырасың Осы бүгін? жерде. Сен сөрге отыра бер онда, болды. Әке, мен жалғыз отырам ба? Көп адам құсап отқандай отта. Көп адам құсап отыр. Ал даяшы кім болады? Даяшы жоқ ғой бізде. Сен оны даяшы отырмай-ақ қой сен. Столдарға қойып шықтың ба? Резерв дегенде қойып шықтың. Қайсыған қоям? Ана жағын қой. Бәріне қой. Осы. Мынағында қойшы. Мен осы жерге отыра салайын, не жасап отырмын? Арман күліп отыр. Мырзахан аға, мен осы жерге отыра берейін. Сен осы жерге отыр. Бір фата десе, фата кетсін десен бар ғой. Өзің резерв дегенді қойып қой. Өзің осы жерде отырасың ба? Сен отырмай қойшы, кетші бір. Фатаң жөндеме жана фатаңды. Сау адам істемейді біздің жұмыста. Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Армысыздар? Таныдым. Мәссаған, Мақсат Алашылы. Әзімбек Алашылы. Дәліз. Ерзат Алашылы. Нижний пробел Алашылы. Әдемі екен. Рахмет. Қонақ болып кеп қалдық сіздерге. Ойбай, сендер. Ойламаған жерден кеп қалдыңдар сендер мына. Барлығы дұрыс емес сияқты ғой, резерв деп тұр бұл жерде. Адамдар да көп көріпсі. Онда жүре берейік онда. Жоқ, сендерге табылады онда. Мына еңдірсіз, мына, өзіміз. Ыңғайсыз болып қалмай ма? Жоқ, кенде, отырыңдар. Енді отыр дегенде отырайық енді. Алашұлының жігіттері келгеннен кейін, мынандай жігіттер келгеннен кейін неге ортап бермеске? Рахмет. Қандай мықты жігітсіңдер, сендер, а? Рахмет. Қандай жігітсіңдер, а? Енді қарапайымбыз аға біз, андай бір мықты емеспіз. Енді жұрт сөйтіп таниды, бірақ қарапайым ғана қазақтың балаларымыз аға. Жоқ, қазақтың деме. Алаштың балаларсыңдар сендер. Алаш. Рахмет аға. Рахмет. Еліңізге рахмет. Сіз де Алаштың баласысыз ғой енді. Бәріміз Алаштың баласымыз. Саған не? Тапсырыс бере беріңдер. Әзірше сөйте берейік. Болды. Барлығы бар ғой, иә? Ой, бәрі бар. Қара әзеке. Сонымен жаңағы палау, иә? Ерзат саған палау ма? Әлі французша ма? Мен лағман жеймін ау деймін. Бір лағман, палау, одан кейін. Беш бармақ бересің? Ит бар ма? Иттер қалай екен? Не тапсырыс беріп жатсыздар? Біз мына жақта таңдап қойдық. Шай, одан кейін лағман, нан, жаңағы Жазып аласыз ба? қаймақ бірдеңе осы. Ет. Қарай беріңіздер. Біз тағы бір адам келіп қалды бір. Жарайды. Клиент көп болып кетті да бізде. Үнемі осы айбеттеңіздер. Жақсы ғой. Ассалаумағалейкум. Өстіп өмір өсіп бізде көбейіп кетеді. Ойбай. Қашаға жіберді ғой, өтірік қонақшы болады. Қонақ па? Иә, бізге енді қап орын жоқ. Қай жаққа отырғызсақ бәрі жарайды. Ақыр қонақтарымыз көңілін қалдырмаймыз біз. Жайғасыңыз міне, отырыңыз. Не тапсырыс бересіз? Маған қаршыға айтты ғой, қонақ боласың. Қонақ боласың. Иә, қонағымызды біз күтіп аламыз. Өйткені бұл қонақ жайлы қазағымның үйі, аспан яр мейрамханасы. Сондықтан қонақ боласыз. Қонақ болыңыз. Арман, мынаны қарасай. Иә. Балақай, көрші столдағы танымайтын бейтаныс адамның мазасын алуға болмайды. Болмайды? Танымайтын дейді ғой. Иә. Ағасы келе қойсыз ғой? Балалармен жұмыс жасаған қиын да. Өте қиын ғой. Осы балаларды айтамын да. Келеді да осы, үнемі осы балалар көп келеді бізге. Мына бала қарасақ сізге ұқсайтын сияқты түрлері келеді. Сізге ұқсайды. Келеді сізге. Адамға Сіздің балаңыз емес ұқсайды. Жоқ. Бөтен кісілер. Көк футболкадағы бала ұқсайды екен сізге. Жоқ. Сіздің де футболкаңыз көк екен ғой. Қалжыңбас жігіттер екенсіңдер, иә? Өздері. Андасында болып тұр, және. Кейде өтеді, кейде өтпей қойды. Тамаша. Міне. Қандай мына осы балалар ғой, осы қазіргі жастардың несі өзгеріп кеткен жоқ па? Қазіргі психологиясы. Бұлар дамып кетті ғой аға. Сондай болып кетті. Бізден ақылды кейбір балалар. Осы жас ұрпақта не байқайсыздар? Не өзгеріс байқайсыздар қазір сіздер? Енді
Смартфон біраз нәрсе байқайсың. Көп нәрсе байқайсың негізі. Қарап отырсаң, олардың өзі кішкене ерте дамиды. Смартфон қолдарында, iPad, iPhone жаңағы. Соны айтам. Интернет қолдарында. Бермесең жылайды. Бермесең жылайды. Негізі зияны көп. Берсең тарайды. Берсең өзің жылайсың. Енді өздеріңіз әке ретінде балаларыңызға бергілеріңіз келетін бір 3 қасиет атап бере аласыздар ма? Қандай тәрбие бергілерің келеді балаларыңызға? Балаларымызға. Бала болғаннан кейін енді бәрін үйреткім келеді. Ең негізгісі сол имандылық, адамгершілік, ұлтжандылық, кішіпейілділік, Адалдылық, шыншылдық деген қасиеттер ғой негізі балаға керек. Иә. Осы тұрғыдан Өтірік соларды соқпау, мейлінше шынайы болу, одан кейін жаңағы қайсарлық. Көп балаға қазір қайсарлық жетіспей жатады, әсіресе қаланың балаларына нәзіктеу болып жатады. Өз-өзінде мықты болу үшін жастайынан спортқа беру керек. Кәс. Спортқа беру керек, көрдіңіз бе? Сол кезде жаңағы бала епті, мықты болып өседі. Дұрыс. Әр адамның, әр ата-ананың өзінің арманы сол ғой. Әрине. Бәрінің арманы сол. баланың жақсы болып өскенін қалайды. Иманды болса, соның бәрін бірақ айтады. Сіңбей қалады балаға. Ал соны сіңіру үшін өзі қандай амалдар Негізі қазір қандай бір сөз бар ғой. Макс сөзі біле берді ғой. Кәс, барамыз. Енді бар болыңыз, содан жалғастырайық немесе әңгімені. Бар болыңыз. Жақсы. Ең басты мықты болу керек қой адам, негізі өз-өзіне мықты болу керек. Ешкімнен қорықпау керек. Дұрыс. қорықпаңыз. Міне, бере беріңіз. Тапсырыс бере беріңіз. Ау, Любойын бере берейін ба? бәрін бере беріңіз. Біз қонақтарымыздан ештеңені аямаймыз. Бере беріңіз. Тек ақша болса болды дейсіз ғой. Енді ең басты сіңіру үшін қазақта керемет сөз бар. Бала дейді, ата-анасының жаңағы айтқанымен емес дейді, ата-анасының өзінің жасап жатқан қылығымен жаңағы тәрбие алады дейді. Сен әкенің айтқанымен ұл өседі, шешенің айтқанымен қыз өседі деген емес. Керісінше әкенің жүрген жолымен қарап, ұл өседі, шешенің жүрген жолымен қарап, қыз өседі дейді. Өзің қандайсың, сен балаң тура сол секілді жаңағы губка сияқты ғой. Губка сияқты сіңіре береді. Алдың қарба қалай жүрсе, арт қалай сол ғой. Үлгі көрсету. Сөз бар. Балаң тәрбиелеме, өзің тәрбиеле дейді. Сен қандайсың, балаң сенің нең болады, көшірмең болады. Жаңағы ұлтжандылықтан, қай қасиеттен, шыншылдықтан, өтірік айтпаудан, кез келген жағынан бірінші өзімізден бастауымыз керек. Бізде бәрі жақсы болатын болса, бала көреді, әкем бекер істеп жатқан жоқ қой, мынаны бүйткен екен ғой. Сөйтіп тәлім тәрбие алады. Мен білмеймін, біз сөйтіп өстік енді. Былай бол деп айтқан емес қой әке-шешеміз. Өздері қалай болды, соларға қарап өстік. Өзімізді кішкентай кезімізде әкеміз не жасаса, соны жаңағы еліктеп әкемізге. Ол кезде жаңағы біздің жақтан жаңағы қыстың күні шаналар жасайтын, сол әкеміздің қасына жүріп, жаңағы ұстаның қасына жүріп, үйрендік көп нәрсе, атамыздың қасына жүріп. Соны кейін жаңа өсе келе сол өзімізге қайтып келді, пайдасын тигізді. Ойбай, сол үшін. Қандай? Сонда әрбір бала сендер секілді жақсы сіңіріп өсетін болса, ай, біздің қазақ баяғыда өркендеп кетеді екен. Негізі мәдениеттің түп төркіні бізде жатыр ғой, қазақта жатыр ғой. Біз шетелден қарап, одан шетелден көшірудің қажеті жоқ. Нағыз түп тамыры біздің қазақта жатыр. Өзімізде жатыр. Өзіміздің қазақилығымыз, өзіміздің. Соңғы кезде өзіміз жаңағы енді батысша боламыз деп жаңағы шетелге көп еліктейміз де, бірақ олардың керек емес қасиеттерін өзімізге кейде бір жұғып аламыз. Керек емес қасиеттерін. Ал негізі шетел негізі бізден үйрену керек, қазақтан үйрену керек. Эмерсонның керемет бір сөзі бар ғой, еліктеу ол өз-өзіңді өлтірумен тең деп. Бізге шетелге еліктейтін болса, онда біз өзіміздің ұлтымызды жоғалтып алуымыз мүмкін да. Сондықтан шетелден жақсы нәрселерді көбінесе алуға тырысу керек. Енді жақсы нәрселер аз ғой жақта. Осы қоғамда қандай мәселелер сіздерді қинайды? Біздің жігіттеріміздің қызға ұқсап бара жатқандығы, қыздардың жігітке ұқсап бара жатқандығы бұл өте үлкен кесел. Жаңағы интернет дейміз, ғаламтор арқылы бүкіл әлемнен көріп, оңды солды, жақсы жаман сүзгіден өткізбей, бірден сіңіріп қабылдай беру бұл неге жақсылыққа апарып соқтырмайды. Қынжылтатын мәселе осы. Шын мәнісінде баяғыда бір кісі айтқан екен, өзіміз алтынның үстінде отырып күміске таңғала береді екенбіз ғой деп. Сол айтқандай, бүкіл жақсылықтың үстінде өзіміз отырып, қазақ деген керемет елдің текті аталардың ұрпағы бола тұрып, жаңағыдайға бой ұратындығымыз қынжылтады. Елімізде Құдай сақтасын жаңалықты көрсең, неше түрлі жағдайлар болып жатыр елімізде. Соның барлығы қынжылтады. Бұл кішкене қоғамның азып бара жатқандығы, тозып бара жатқандығы сонысы жүректі ауыртады. Бірақ есесіне дәл сондай жақсы да қасиеттер көп болып жатыр елімізде. Жақсы іс-шаралар да көбейіп жатыр деген сияқты. Өзі бір тепе-тең бір таразы сияқты ғой бұның өзі.
соның жақсы жағына талпынуға, жақсы жағынан көбірек табылуға барынша тырысамыз енді біз. Сосын қазіргі таңда қынжылтатын нәрсе ол ғаламторда да көбінесе жақсы жаңалық емес, жаман жаңалықтарды көп жазады да. Өйткені рейтинг жинау деген сияқты болып кетті ол қазір. Сол рейтинг жинау үшін осы жаман адамдар жайлы көп мағлұмат береді. Сондай ол көбірек оқылады деген ниетпен. Ал жақсы адамдықтар қалып кетіп жатады да. Жақсы жағынан рейтинг жинамаймыз деген сияқты. Міне бәрекелді жігіттер, қараш. Аға, түсініңізші, сіз өтірік қонақсыз. Ал егер сізді қаршығаға жіберсе, осымен өзі есептеседі. Жаңағы кісі айтты ғой, жаңа любой заказ бере берді. Енді сіз арнайы тапсырыстарды көрсетіп жатырсыз ғой. Сәл қарапайымдау тамақ беріңіз, мен сізге әкеп дайындап берейін. Қуырдақ па, палау ма? Палауын бөзін жеп, жемейді. Бір тіптеме сендерге бір журналист сияқты болып сұрақты жаудырып жатырмын. Сізге шатасып келген сияқты, сізге мейрамхана емес, керісінше бір журналистика саласында жұмыс жасау керек. Біздер қарапайым таксистпіз. Негізі бұны менің қайным ба, балдыз дей ма, өз сендер не дейді? Сол ашқан. Жоқ, сіз қарапайым таксистпіз демеңіз. Негізінде шын мәнісінде ең әдемі сөйлейтін, ең сұмдық сөйлейтін таксисттер ғой. Әсіресе алыс жолға шығамыз ғой, сол кезде жақсы бір жүргізушілер қасымызға кезіп қалады, сол кезде әңгіме жібереміз. Олар өзінің ішіндегі жаңағы айтыламай жүрген сұрақтарын қояды. Әсіресе саясатта шіркіндер. Интернеттен де жылдам ғой таксист. Жаңағы біздердің кегін алады, аналарға не айтпайсыңдар деп. Кәпіті біздің қолымызда тұрған сияқты. Ой, жігіттер қатты мақтап жүрдіңдер. Бақты, естіп жатсың ба? Мен айтып жатыр, бір жаңа енді күн деген ысып келе жатыр. Енді оразаның аяқ жағына келгенде біз кішкенде адам өзі шаршаңқырап бір мазам болмай жатыр, бір көңілін көтеріп тастадыңдар. Оразаларың қалай, жақсы болып жатыр ма? Әдемі, жақсы, Аллаға шүкір. Енді біз жылдан жылға біздің жаңағы дамып келе жатқан секілді, біздің біраз бауырларымыздың иманы күшейіп қазір кеше біраз жігіттер айтты, бізге жұлдыздар келіп жатыр ғой өзі күніге. Солардың айтты, осы оразада 90% әншілер ораза ұстайды екен дейді. Сол мен енді ойлап отырмын да, сіздер де ұстайсыздар ма? Оразаны үшеуміз де ұстаймыз, Аллаға шүкір. Оны мақтан тұтамыз. Бірінші жыл емес, енді талай жыл ұстап келе жатырмыз. Енді биыл оразаны жақсы ұстау үшін ең басты ниет қой. Оразаға тура тақалған кезде ойбай, оразаға қапты не істеймін, ұстайын ба, ұстайын ба емес, керісінше оған алдын ала дайындалу керек та адам баласы. Енді оразада айтады ғой, негізі тәбеттен, тағамнан тыйылу керек дейді ғой. Ол енді дұрыс, бірақ сонымен қоса көп артық мінезден де тыйылу керек. Көп өсектен, көп ғайбаттан, артық әңгімеден, керек емес сөздерден деген сияқты барлығын. Сол кезде оразаның құндылығы сонда ғой, мінекей. Жаңа оразаны айтады ғой, адамның асқазаны ғана емес, ораза ұстайтын. Ол адамның көзі де тыйылу керек жамандықтан, құлағы да жаман өсек әңгімені естімеуге тырысу керек. Ал жалпы жылдан жылға сапалырақ өткізу шын мәнісінде осы кез келген біздің бауырларымызды мазалау керек деп ойлаймын осы сұрақ. Өйткені жылдағыдай ораза әйтеуір таңертең сәресін ішіп, кешке ауызашарға дейін қарның ашса да үхілеп-ақылеп жетіп, ауызашарды ашып, сонымен ал бір күн өтті деп, енді ертең енді мынанша күн қалды деп біткен кезде ура дейтіндей мереке емес, шын мәнісінде қимай қоштасатын мереке дейді ғой. Қимай қоштасатын ай. Бұл негізі дәреже. Сағынып күтіп, қимай қоштасатындай дәрежеге деген, яғни ол үшін құлшылықты көбейту керек шығар. Жұмысты да қалдырмай оразан кезінде, бірақ дегенмен де осы кішкене дүнияуи тірліктерден бір ай болса да кішкене алыстап, біз концерттерді қоймауға тырысамыз оразан кезінде, ән сапарды да доғарамыз. Осы оразада өзіміздің кішкене рухани азығымызға, рухани байлығымызға көңіл бөліп, осыны бір сапаларға өткізуге тырысайықшы деп бір ниеттенген жайымыз бар. Ана бір тамаша сөз бар ғой, қазақта бақытты өмір емес дейді, бақытты сәттер болады дейді адам баласында. Осы мұсылман үшін ең бақытты сәттер осы ораза айы ма деп ойлап қаламыз кей кезде. Себебі көзі ашып жұмғанша атқан оқта, шапқан атта кейде бір зымырап өте шығады негізі. Оразада бір мен өзім қатты қуанатын нәрсем осы жақын арада өзімнің ораза ұстамаған достарым ораза ұстап жатыр да. Бірақ ораза ұстамай тұрып осындай сұрақ қояды да. Ол қиын емес па ораза ұстау? Тамақ ішпей жүресің, оның қиын түгі де жоқ өзі. Ол ораза деген әр жылда болатын бір мереке сияқты. Сол мерекені күлімдеп, ниеттен қарсы алсам, соғұрлым ол жақсы өтеді, жеңіл өтеді ораза. Мәссаған, жігіттер міне. Сондай естейінді ойламаппын бар ғой. Біз де сізге тәнті отырмыз, керемет сұрақтар, әдемі, жақсы бір отырыс болып отырмыз. Бірінен бірің өтіп тұрсыңдар, көстемесін жігіттер. Жігіттер суреткесі болды ма? Дұрыс, міне табылған ақыл. Онда мұнда тұрыңыздар, мен әдемі түсірейін сіздерді. Әке дейді? келіңіз. Туысқандарыңыз о барлығы. Әке дейді, сіздің балаларыңыз екен ғой, бәсе құсайды десек.
Папа келмешсiniz. Әзімбекті түсіңдер онда. Көріп тұрыңыздар. Бәрін біліп қойдыңдар ғой ақыры. Мама былай тұрыңыз. Апа, міне. Жаны. Бәріміз күлеміз. Күлемасаңыздар Шымкент деп тұрыңыздар. Апа, қалайсыз? Шүкір, жақсымын. Жағдайыңыз жақсы ма? Денсаулығыңыз, көңіл күйіңіз бәрі жақсы ма, апа? Тәуба, жақсы. Жаным апам-ай. Күнделікті күйбеңмен жүріп, сізге бір көңілді бөле алмаймыз. Айта беріңіз, апа. Бізді әуре болады демеңіз. Не қынжылатыңыз бар? Бәрін айтыңыз. Қысылмай айтыңыз. Бір жеріңіз мазалай ма? Дереу айтыңыз. Қаратам. Мына дүние сізден артық емес. Сіздің ортамызда өстіп қауқайып жүргеніңіз үлкен бақыт. Рахмет, балам, рахмет. Жаным апам менің. Рахмет. Ақшешем менің, ақшешем менің. Айналайын. Әкеңші, аяғыңызды уқалап берейші. Ой, жаным кіріп қалды ғой, рахмет, айналайын. Көп жаса, мың жаса балапаным, мың жаса, рахмет, болды. Рахмет, жаным, рахмет. Алтын апам, айтыңыз, қысылмаңыз, апа. Мырзахан, сізден аярым жоқ, апа. Айтпақшы былай, анау бір қой сойып, кептіріп, мейіргүлге беріп жіберсе қайтеді. Оразадау, көже қатық қылсын. Аш отырған жоқ қой дегенмен елден келген дәмнің орны бөлек қой. Болды, апа. Соям. Ертең соям қойды. Бір ауыз сөзіңіз. Болды, апа. Сізді несін аяйын, жаным апам. Ай, апам-ай. Өзінің не мұқтажың бар деп сұраса, балаларын айтады. Сендер ғой біздің бақытымыз, сендердің ішкендерің біздің ішкеніміз, сендердің жегендерің біздің жегендеріміз, сендердің кигендерің біздің кигеніміз. Аман болыңдар құлындарым. Мекке Мәдинам менің. Сау жүріңдер құлындарым. Алтын апам менің. Айналайын, рахмет, айналайын, тәуба, ризамын балаларыма, ризамын. Кеше бизнесмендеріміз осы дәріні ішіп атқан көргенім, Organic Life деймі, мен де ішіп көрейші. Бизнесім жанданып кетер, мүмкін менде. Трепанг дейді. Морской еж дейді. Мәссаған мынау күшті ғой. Әдем болып қалды ма? Біздің ана салбырап, ұйықтап жүретін қызметкерлердің бәрін ешіміз. Кім, Алтын, Камшата, жезде бәрін жиналыңдаршы, жиналыс. Бәрін ешіміз. Бер, жиналыңдар бері. Армандаймыз бақытты жанияның болғанын, ақылды қарияның жолдары, байлығын екі қолдағы. Аңғармаймыз бағыңды даралайтын күшінде, барыңды бағалайтын кісінде, өз отбасыңның ішінде. Жастықтың сағындырған шағы бар, қаттықтың